Барлығыңызға сәлем. Бүгін бізде зоозомби фильм. Видео басталмас бұрын сіздерге жаңадан ашылған екінші каналымды ұсынамын. Бұл каналда да дәл осы каналдағыдай киношолу тақырыбында тұрақты видеолар шығып тұратын болады. Арнаға тіркеліп 1000 тіркелушіге жеткізіп тастай. Каналдың сілтемесін описание мен комментарийге қалдырамын. Орындаған болсаңыз алғысымды білдіремін. Эден жабайы табиғат зообағы, онда әртүрлі экожүйелерден жиналған сан алуан жануарлар мекендейді. Бұл орын 50 жыл бұрын жойылу қаупі бар жануарларды қорғауға арналған паналау орталығы ретінде ашылған. Енді бұл қорық көпшілікке қолжетімді болмақ, осылайша келушілер әртүрлі экожүйелермен танысып, ондағы сансыз жануарларды өз көздерімен көре алады. Зообақ болумен қатар Эден отбасымен демалуға арналған ойын-сауық саябағына да айналуда. Ол келесі аптада ресми түрде ашылма. Алайда ашылуға бірнеше күн қалғанда доктор Гордон өз зертханасына белгісіз аурудың сирек белгілері бар бірнеше маймылды қабылдайды. Жануарларды зерттегеннен кейін ветеринар олардың құтыру ауруын жұқтыруы мүмкін деп күдіктене бастайды. Ол күзетшіге есіктерді құлыптауды бұйырады, өйткені маймылдар қашып кетсе, бүкіл зообақтағы жануарларға қауіп төнеді. Приматтардың бірінің жүрегі тоқтап, есінен танып қалды. Гордон оны тірілту үшін дәрі енгізуге шешім қабылдайды. Сол сәтте тордағы басқа маймылдар мазасызданып, аса қатыгездікпен әрекет ете бастайды. Ветеринарлар оларды тыныштандыруға тырысады, бірақ кенет жүрегі тоқтаған маймыл орнынан атып тұрып, үлкен шкафты Монтидің үстіне құлатады. Қатты қорыққан Робин қашу үшін есікті ашпақ болады. Бірақ маймылдардың шабуылына ұшырап, олар оның көзін ойып алады. Бірнеше минуттан кейін доктор Эллен зообаққа бір топ университет студенттерін әкеледі. Олар алдағы айларда осында практикадан өтпек. Әйелдің айтуынша, бұл паналау орталығын осыдан 50 жыл бұрын оның атасы құрған. Ол жойылу қаупі төнген сансыз жануарларды сақтап қалуға көмектескен. Сол күні Элленнің қызы Тиада экспедицияға бірге барды, өйткені күтушісі соңғы сәтте ауырып қалғанын хабарлады. Жалғызбасты ана болғандықтан, Элленнің баласын өзімен бірге жұмысқа алып келуден басқа амалы болмады. Студенттердің экспедициядан барынша көп нәрсе үйренгенін қалап, Эллен олардан ұялы телефондарын тапсыруды сұрайды және кешке қайтарып беретінін айтады. Құстар мекеніне жеткен кезде Рики жүргізушіден автобусты тоқтатуды сұрап, көліктен түседі. Ол өзінің жаңа жетекшісі Челсимен таныспақ. Дәл сол сәтте Джонни келіп, доктор Гордонның зертханасынан төтенше дабыл түскенін хабарлайды. Алайда мұндай дабылдар жиі қосылатындықтан, зообақ қызметкерлері алаңдамайды. Олар бұны аса маңызды жағдай емес деп ойлайды. Бірнеше минуттан кейін топ келесі аялдамаға жетеді, және Эллен оларды газ күтіп алуы керек екенін айтады. Экскурсияға қатысушы студенттердің арасында Эмбер де бар. Ол қаланың ең бай отбасыларының бірінің қызы. Қыз ішімдік ішіп, барда төбелес ұйымдастырғаны үшін сынақ мерзімінде жүр. Сонымен қатар ол зообақтың негізгі демеушілерінің бірінің немересі болғандықтан, Эллен оны практикаға қабылдауға шешім қабылдаған. Экспедицияны жалғастырмас бұрын ветеринар Эмберге рация беріп, егер газ студенттерді күтіп алуға келмесе, онымен байланысуын сұрайды. Алайда көп ұзамай газ белгіленген жерге келеді. Ал Эмбер оған қабандарды тамақтандыруға көмектесуді ұсынады. Элленнің келесі аялдамасы Гориллатор. Оның қызы Тия мұнда тұратын Кифо мен Нигерияның тропикалық джунглияларынан шыққан өзен жағалауын мекендейтін горилламен ерекше достық қарым-қатынасты. Тия мен Кифо шамалас жаста және бірге өскендіктен бір-бірін жақсы түсінеді. Дәл осы сәтте Дакстон келеді және өзінің тәлімгері Эйджи болатынын біледі, өйткені ол приматтар туралы көбірек білгісі келеді. Кифомен қоштасқаннан кейін Тия анасымен бірге оның жұмыс орнына барады. Ол бұл күнді өзінің жаңа тәлімгері Гейджбен өткізуі керек. Гейджді зообақтың қауіпсіздік тобымен таныстырғаннан кейін, Эллен қауіпсіздік бастығы Рекстің жаңа тағылымгері Леслимен кездесуге кетеді. Осы кезде Рекс қоңырау қабылдап, доктор Гордонның зертханасында төтенше жағдай орын алғанын біледі. Ол дереу бүкіл командамен байланысады, бірақ Джоннидің рацияға жауап бермейтінін және телефон қоңырауларын қабылдамайтынын анықтайды. Не болып жатқанын білу үшін Борис Робинге қоңырау шалады, бірақ әйел де байланысқа шықпайды. Осы сәтте күзетшілер зертханадан бірдеңе қашып кетуге тырысқан болуы мүмкін деп күдіктене бастайды. Бірақ Эллен оларды сабырға шақырып, доктор Гордон тек ұсақ приматтармен жұмыс істейтінін, сондықтан қауіпті жануарлардың босап кетуі мүмкін емес екенін айтады. Сол түстен кейін Гейдж қауіпсіздік тобымен бірге зертханаға барады, бірақ олар іштен ешкімді таппайды. Дабылды сөндіргеннен кейін Борис есік әйнегіне қанға боялған қолдың тигенін байқайды да есікті ашуға әрекеттенеді. Алайда ветеринар есікті денесімен жауып, жібермеуге тырысады. Бұл күдік тудырған соң күзетшілер бірігіп, есікті күштеп ашады. Ішке кіргенде бөлменің қанға малынғанын көреді. Гордон дереу күзетшілерге ауру жануарлардың қашып кетпеуі үшін барлық есіктерді жабуды бұйырады. Рекс осы кезде Джонни мен Робиннің өлі денелерін тауып, не болғанын түсінуге тырысады. Кенет Гордонның денесінен сансыз маймылдар жарып шығып, ал басқа приматтар жасырынып отырған жерлерінен атып шығып,
күзетшілерге шабуыл жасайды. Бориске бір топ маймыл тап бергенін көрген Рекс оны құтқаруға ұмтылады, бірақ өзі мойнынан түстеліп қалады. Осы сәтте Лесли маймылды жұлып алып, қабырғаға лақтырады. Ал Гейдж Рексті бөлмеден сүйреп шығарады. Леслиге қарай бір мутант маймыл жүгіріп келеді, бірақ әйел тапаншасын суырып алып, бір оқпен оның басын жарады. Ол дереу бөлмеден жүгіріп шығып, есікті жабуға тырысады. Лесли есікті жабуға тырысып жатқанда, Гейдж Рекске шабуылдаған жануарды ұрып түсіреді. Дәл осы кезде 3 маймыл қашып үлгереді. Басқа зообақ қызметкерлерінің қауіпсіздігіне алаңдаған Рекс дереу Элленге хабарласып, болған жағдайды жеткізеді. Және приматтарды ұстап, олардың басқа жануарларды жұқтыруына жол бермейтінін айтады. Трекерлердің көмегімен ветеринар зомби жануарлардың қозғалыс бағытын анықтап, олардың Африка мен Австралия аймағына бет алғанын хабарлайды. Рекс қолынан жараланғандықтан көлікті Лесли айдайды. Ал Эллен қызметкерлерді ескерту үшін төтенше жағдай дабылын қосады. Жануарлардың зообақтан қашып кетуіне жол бермеу үшін Эллен оқшаулау хаттамасын іске қосып, барлық есіктерді құлыптайды. Ол қызметкерлерге қауіпсіз, жабық жерге жасырынуды және қауіпсіздік тобы қауіптің бетін қайтарғанша күте тұруды бұйырады. Бұл ескертуді алғаннан кейін газ тағылымгерлерді қоймаға қарай алып барады. Ал Челси Рикиден құстар мекенінің барлық есігін жабуға көмектесуін сұрайды. Осылайша ешқандай бөгде жыртқыш ішке кірмейтін болады. Кифоны тамақтандырғаннан кейін Дакстон да AJ мен бірге кеңсесіне бекініп алады. Дәл осы сәтте газ маймылдардың шабуылына ұшырайды. Қатты қорыққан тағылымгерлер қашуға тырысады, бірақ қауіпсіз жер таба алмай, ағашқа өрмелеуге мәжбүр болады, өйткені оларды мутацияға ұшыраған жыртқыш аңда аңдып жүр. Олар өздерін қауіпсізбіз деп ойлаған кезде, кенеттен 2 зомби керік пайда болып шабуыл жасайды. Джей тірідей жеп қойылады, ал дәл осы кезде Лесли жетіп келіп, монстрларға оқ жаудырады. Бірақ ол ер адамды құтқара алмайды. Сәл кейінірек Эмбер шабуылға ұшырап, оны тістеп алуға шақ қалған сәтте, Рекс дәл көздеп зомби жануардың басын атып түсіреді. Қыз жерге құлап түседі. Гейдж Эмберді сабырға шақыруға тырысып жатқанда, Рекс Элленмен байланысады. Әйел полицияға хабарласқанын айтады. Бірақ олар зообаққа кірмес бұрын жануарларды бақылау қызметінің келуін күтуде. Полицияның айтуынша, залалданған жануарларды ауыздықтай алатын топтың жиналуына кем дегенде 3 сағат уақыт қажет. Мәселе мынада, егер ешқандай шара қолданылмаса, бұл уақыт ішінде одан да көп жануарлар жұқтыруы мүмкін. Бірақ мұны түсіне тұра, Эллен Рекске аман қалғандарды бақылау мұнарасына жеткізіп, сол жерде күте тұруды бұйырады. Ол қызметкерлердің өміріне қауіп төндіргісі келмейді. Зообақтағы барлық жануарларда бақылау үшін чип бар, тек құстардан басқа. Сондықтан Лесли ең қатты қорқатын нәрсе маймылдардың құстар мекеніне басып кіру. Егер бір ғана құс вирус жұқтырып қашып кетсе, ол бүкіл әлемге таралуы мүмкін. Рекс пен Лесли келесі қадамдарын ойластырып жатқанда, Гейдж Эмберді сабырға шақыруға тырысады. Бірақ кенеттен пайда болған керік оны тістеп алады. Қауіпсіздік қызметкерлері дереу оқ жаудырып, зомби жануарды жойып жібереді. Осы сәтте тағылымгердің ең үлкен қорқынышы өзі де сол құбыжықтарға айналу. Бірақ Лесли оны жұбатып, бұл вирустың адамдарға әсер етпеуі мүмкін екенін айтады. Гейджге алғашқы көмек көрсетіліп жатқанда, Эмбер көлікті ұрлап, зообақтан қашып кетуге тырысады. Дәл сол сәтте полиция тікұшақтары аймақты шолып, күмәнді әрекеттерді іздейді. Бірақ олар ештеңе байқамайды. Полициядан қоңырау түскенде, Эллен бір сәтке болсын жеңілдеп қалады, және оларға тек бірнеше жануардың жұқтырылғанын, олардың ғана қауіпті екенін хабарлайды. Эмбер көлікпен қашқанда, ол күзетшілердің барлық қаруы мен қорғаныс құралдарын бірге алып кеткен. Тіпті Рекс Элленмен байланыс орнату үшін пайдаланған рацияда сол көлікте еді. Енді олар толықтай өздеріне сенуге мәжбүр. Осы кезде топ алыстан жақындап келе жатқан пілдер тобын байқайды. Лесли тез әрекет етіп, тапаншасын даярлайды. Оның оқ дәрісі небәрі 5 оқпен шектелген. Алайда Гейдж Леслиге қаруын түсіруді өтінеді, өйткені пілдердің табиғи жыртқыштары жоқ. Сондықтан жұқтырған жануарлар оларға шабуыл жасамайды деп сенеді. Осы сәтте жануарларды бақылау қызметінің арнайы жасағы тікұшақпен зообақ аумағына кіріп, жұқтырған жануарлардың бар жоғын анықтау үшін жыртқыштар торына басып кіреді. Бұл кезде Эллен компьютерінің мониторынан операцияны бақылап отырады. Кенет офицерлердің жан дауысы шығады, олар сол жерде тұрған жолбарысты өлтіруге тырысып жатқанда шабуылға ұшырайды. Қатты қорыққан ветеринар Рекспен байланыс орнатуға тырысады. Бірақ рация Эмбер мініп кеткен көлікті. Эмбер осы уақытта зообақтың шыға берісіне жетеді. Бірақ қақпаның жабық екенін көріп, айғайлап, қауіпсіздік камерасының назарын аударуға тырысады. Ол біреу есікті ашып береді деп үміттенеді. Эллен оны камерадан көріп, рация арқылы байланысқа шығады да Рекстің қайда екенін сұрайды. Эмбер Рекс мүмкін қазірдің өзінде жойылып кеткен шығар деп Элленнен қақпаны ашуын талап етеді. Алайда Эллен оған оқшаулау хаттамасы іске қосылғаннан кейін барлық есіктерді басқару мүмкіндігінен айырылғанын түсіндіреді. Әңгіме барысында Эллен экраннан Эмберге қарай жақындап келе жатқан жануарлар тобын байқап, дереу көлікке мініп кері қайтуын айтады. Бірақ қыз зообаққа қайта кіргісі келмейді де,
қақпадан асып өтпек болады. Дәл сол кезде зомби арыстан пайда болып, Эмбердің аяғынан тістеп алады. Жануар оны қақпадан сүйреп әкетеді. Эллен бұл шабуылды шарасыздықпен бақылайды, бірақ оны құтқаруға ештеңе істей алмайды. Дәл осы сәтте дабыл іске қосылады. Бұл зообақ аумағына тағы бір жануар кіріп кеткенін білдіреді. Осы кезде Тия ойыншық аюлармен ойнап отырады, бірақ сөреде тұрған жаңа коаланы байқап, оны да ойыншық деп ойлап жақындайды. Кенет жануар көзін ашып, ырылдай бастайды. Тия айқайлап көмекке шақырады, ал анасы бірден жүгіріп келеді. Алайда есікті ашып кірген Эллен қызының қанға боялғанын көреді. Тия бейсбол таяғымен зомби коаланы жойып үлгерген екен. Бұл уақытта Рекс пен аман қалған тағылымгерлер пілдердің үстінде кетіп бара жатады. Олар бұл тәсіл өзін қауіпсіз сезінуге мүмкіндік береді деп ойлайды. Өйткені ешбір жыртқыш жануар пілдерге шабуыл жасай алмайды. Алайда құстар мекеніне жақындаған кезде пілдер мазасызданып, тоқтап қалады. Айналаға қараған топ ағаштардың арасында жасырынған зомби маймылдарды байқайды. Пілдер олардың жақын екенін сезгенде үркіп дүрбелеңге түседі. Дәл осы сәтте Рекс жерге құлап, пілдің аяғы оның аяғын басып кетеді. Гейдж дереу көмекке ұмтылады, бірақ бір маймыл оған шабуыл жасап, оны жаралайды. Қатты үрейленген Лесли тапаншасын алып ата бастайды. Бірақ 5 оқтан кейін қаруы босап, олар мүлде қорғансыз қалады. Зомби жануарлар шабуыл жасауға жақындағанда, кенеттен Дакстон пайда болып, аспанға бірнеше сигналдық ракеталар атып жібереді. Бұл дыбыстан үріккен зомби жануарлар қашып кетеді. Дакстон дереу жастарға Рексті кеңсесіне апаруға көмектеседі, ал Эйджи Леслимен бірге күзетшінің жарақатына күтім жасайды. Дакстон Гейдждің қолына антибиотиктік жақпамай жағып, оның жарасын өңдейді. Зообақтан тіс инфекция тарауы мүмкін деп алаңдаған Дакстон Челсиге хабарласады. Алайда Челси оған құстар мекеніне ешбір зомби кірмегенін айтады. Оның айтуынша тек бір ғана ұсақ егеуқұйрық байқалған, бірақ оны сол мезетте құстардың бірі жеп қойған. Челси бәрі дұрыс деп сендіргенімен, Рекс қауіпсіздік үшін бәрібір құстар мекеніне бару керек деп шешеді. Лесли өзін қорғау үшін Дакстонның бөлмесінен тауып алған мачетені алады. Осы кезде Дакстон қауіпсіздік камераларынан Киффоның торын ауру жануарлардың қоршап алғанын байқайды. Ол көп ойланбастан горилланы қорғау үшін сол жаққа бет алады. Барлық әріптестері бұл шешіміне қарсы болса да, Дакстон қоршауға жетіп жерде жатқан Киффоны көреді. Ол дереу жануарды оятуға тырысады, бірақ көп ұзамай оның да жұқтырылғанын және зомбиға айналғанын түсінеді. Қатты үрейленген ветеринар бөлмесіне кері қайтпақ болады, бірақ ашулы горилла оны аңдып, артынан қуып жетеді. Дакстон қорғануға тырысқанымен, Киффо оған қатты шабуыл жасап, ақыры оны жойып жібереді. Жаңа құрбандарды іздеуге шыққан горилланың қауіпті екенін түсінген Рекс тез әрекет етеді. Леслиден мачетені алып, зомбиге арқасынан соққы жасайды. Осы сәтте ол тағылымгерлерге қашуды бұйырады. Алайда ашулы Киффо оны бірден жерге құлатады. Ақырында алып горилла Рекстің басын жарып, оны да жояды. Үштік Киффоның қоршауына кіріп, тас артына жасырынып, оны байқатпай өтіп кетуге тырысады. Алайда олар жартастарға өрмелеп бара жатқанда, шу шығарып, горилланың назарын аударып алады. Олар қашуға тырысады, бірақ Киффо олардың соңынан қуып жетеді. Сол кезде Гейдж алып тасты горилланың үстіне құлату идеясын ұсынады. Осылайша олар приматтың басын жаншып, оны жойып, қашып құтылады. Орманда тығылып жатқанда, жақындап келе жатқан көлік дыбысын естиді. Жақындағанда бұл Эмбердің көлігі екенін байқайды. Алайда оны тапқан кезде, қыздың ауыр жараланғанын көреді. Ол Гейдждің қолында жатып, көмек сұраған күйе жан тапсырады. Гейдж бұл көріністен қатты күйзеліске түседі, бірақ Лесли оны жұбатуға тырысып, бәрі аяқталған соң достарына лайықты жерлеу рәсімін жасайтындарын айтады. Эмбердің денесін көліктен шығарып болған соң, Лесли Элленге хабарласып, Рекстің қаза тапқанын жеткізеді. Тағылымгерлердің қауіпсіздігіне алаңдаған Эллен Леслиге достарын зоопарктен мүмкіндігінше алыстатуды бұйырады. Элленнің жоспар, құстар мекеніне барып, Челси мен Рикиді алып, сол жерден кету. Қазір оның жалғыз мақсат тірі қалу. Кенет әйел алда келе жатқан арыстандарды байқап қалады да, Леслиге дереу көлікке мініп айдап кетуді бұйырады. Бақытына орай, арыстандар Эмбердің денесінен шыққан қанның иісіне тартылады. Сол себепті үштік аман қашып шығады. Алайда жоғары жылдамдықпен қашып келе жатқанда, Лесли арттарынан жыртқыштардың қуып келе жатқанын байқайды. Ол Гейджден жануарларға оқ атуға көмектесуін сұрайды. Ақыры олар жыртқыштардан құтылады, бірақ дәл сол сәтте Эйджи көлікті басқара алмай аударылып кетеді. Үшеуі қатты соққыдан көліктен ұшып кетеді. Барлығы апаттан аман қалады. Ал Гейдж Элленнің кеңсесі жақын жерде екенін айтады. Осы кезде ветеринар Челсимен байланысып, құстар мекеніндегі торларды ашып, олардың еркіндікке ұшуына мүмкіндік беруін сұрайды. Себебі бұл құстардың зомби вирусымен жұқтырылмауын қамтамасыз етудің жалғыз жол. Алғашында Челси бұл жоспарға қарсы болады, өйткені ол жерде тек жойылып кету қаупі бар құстар ғана өмір сүреді. Ал олар табиғатта өз бетімен тіршілік ете алмайды. Алайда жағдайдың қаншалықты қауіпті екенін түсінгеннен кейін,
әйел Элленнің айтқанын орындауға шешім қабылдайды. Ол Рикиден шатырды ашатын электронды құрылғыны іске қосуға көмектесуін сұрайды. Осы уақытта 3 жасөспірім орманды кесіп өтуде. Олар зомбилердің үлкен тобынан әрең құтылып, құстар мекеніне қарай бет алады. Осы сәтте Челси құстардың бір түрлі әрекет етіп жатқанын байқайды. Бірақ кенеттен оны тоты құс шабуылдайды. Ал Элленнің ғимаратына жету үшін Гейдж бен оның достарына болат сымдарға ілінген аспалы жолмен өту керек болады. Бірақ жолдың жартысына жеткенде Леслидің сымы үзіледі. Ол Гейдждің қолынан ұстап үлгереді. Бірақ AJ'дің жолы болмай, ол биіктіктен құлап қаза табады. Бірнеше минуттан кейін Гейдж бен Лесли аман-есен Элленнің кеңсесіне жетеді. Ал ветеринар есікті ашып, оларды ішке кіргізеді. Осы кезде топ ғимаратқа жақындап келе жатқан жануарлардың дыбысын естіп, жертөлеге қашады. Олар зомбилер шабуыл жасаған жағдайда қорғану үшін жанғыш газ баллондарын алып кетеді. Эллен Челсиді алып кету үшін құстар мекеніне келгенде бір нәрсе дұрыс емес екенін сезеді, өйткені байланысқа шықса да Челси жауап бермейді. Сондықтан Гейдж бен Лесли сыртқа шығып, жағдайды тексеруге шешім қабылдайды. Олар Элленге егер бірдеңе дұрыс болмаса, құстар мекенін өртеп жіберуді тапсырады. Алайда студенттер ғимаратқа кіре салысымен Эллен әйнек төбенің сынуға шақ қалғанын байқайды. Құстар бірігіп, оны бұзуға тырысып жатыр. Ол бірден қызына көлікте қалуды бұйырып, жанғыш сұйықтық алу үшін жүгіреді. Аспалы бақ ішіне кірген Гейдж бен Лесли Рики мен Челсидің денелерін табады. Олар құстардың шабуылына төтеп бере алмай, ажал құшқан. Эллен жанармайды ғимараттың ішіне шашып, оны өртеп жіберуге бел буады. Ол тұтатқышты жағып, мекенді жалынға орайды. Осылайша жұқпалы құстардың сыртқа шығып кетуіне жол бермейді. Осы сәтте студенттер шабуылға ұшырайды. Олар қаруларын қолданып, жақындап қалған құстарды жоюға тырысады. Кенеттен олар жақындап келе жатқан қою түтінді байқайды. Және өрт оларды шарпымай тұрып қашып үлгереді. Алайда құстардың ұшып кетуіне жол бермеу үшін Воллер уақытында жойылмайтынын түсінген Лесли Элленнен жүк көлігін ғимаратқа мүмкіндігінше жақын қоюды сұрайды. Содан кейін ол жанғыш газ баллондарын атып, жойқын жарылыс тудырады. Осылайша ол құстардың қашуына тосқауыл қойып, оларды әп-сәтте грильге айналдырады. Қақпаға қарай келе жатқанда, тірі қалғандар күтпеген жерден Кифоның оралғанын көреді. Оған тасты құлатқаннан кейін де аман қалу мүмкін болған. Ашулы жануар оларға қарай ұмтылғанда, тірі қалғандар жылдам жүгіріп, қақпаға жетуге тырысады, бірақ секіріп өте алмайды. Қорыққан Тия өзінің ескі досымен сөйлесуге тырысады, бірақ жануар оған ешқандай жауап бермейді. Және қызға шабуыл жасайын деп тұрған сәтте, Эллен бір оқпен оны өлтіреді. Дәл осы кезде полицияның тағы бір тікұшағы келеді. Және аман қалғандар ақыры бұл сұмдықтың ішінен құтқарылады. Ал сізге бұл фильм ұнады ма? Ойыңызды комментке қалдырыңыз. Егер видео ұнаса, лайк басып, арнаға жазылыңыз. Келесі шығарылымда кездескенше.